Қайырлы күн барлықтарыңызға. Жалпы осы мастер-классқа қатысқандарыңыз, менің алғашқы мастер-классыма сенім білдіріп келгендеріңіз үшін алғысым шексіз. Бүгінгі эфирде сіздерге жалпы мастер-класста жасалынатын пирогтарға қажетті ингредиенттер және пирогтарды жасайтын соған қажетті құралдар туралы, алдын ала не алуымыз керектігі туралы айтатын боламын. Мастер-класс толықтай телеграм-каналда жүргізіледі. Доступ 5 ай, яғни сіз 5 ай бойы қалаған кезіңізде кіріп көре аласыз. Ол толық үйренуге жеткілікті уақыт деп ойлаймын. Енді араларыңызда бұрыннан пісіріп жатқан ханымдар бар, немесе пісіруге ниеттенген адамдар бар. Барлығымыз осы мастер-класстан соң өз өнімімізді сатуға, осы істі бизнес көзіне айналдыруға әрекет жасауымыз керек. Енді сіздерге сұрақ: кім жалпы мүлдем пирогты сатпаған, яғни өз өнімін сатпаған мүлдем? Және тағы да бір сұрақ: кім өз өнімін бағалай алмайды? Қазір сол туралы сөйлесеміз. Бұл эфир өте маңызды. Өз жұмысыңызды бағалау, жалпы заказ алуға дайын болу үшін соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Адам бағалаудан бұрын жалпы заказ алуға дайын болу керек. Заказ алу дегеніміз халыққа тәтті пісіріп сату. Әрбір заказ алу бұл Аллахтан келген бір ризық. Заказ алу бұл жауапкершілік. Қазір аса қиын емес. Мысалы, сіз инста арқылы, WhatsApp желі арқылы сатуға да болады. Пісірген тәттілеріңізді әдемі фотомен шығарып қойсаңыз, кез келген адам қызығып сізден сатып алуы мүмкін. Қазір сізге пісіретін өніміңіздің өз бағасын, себестоимость шығаруды көрсетемін, түсіндіремін. Келесі өнімдерді сіз соған қарай есептеп шығындарыңызды шығаруға болады. Қазір сіздермен бір пирогқа кететін тек қана өзінің расходын есептейміз, себестоимость есептейміз. Яғни ол үшін бізге керекті ингредиенттердің құрамы, қанша грамм кетеді, соны жазып аламыз. Және оның 1 килограммдық немесе 1 литрлік бағасын жазып аламыз. Сосын оны көбейтіп шығамыз. Мысалы, 1 килограмм ұн 450 теңге тұрса, мен цесынан есептедім. Мұнда кейбіреулері сіздің сатып алған бағаңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Әркімнің сатып алатын ингредиентінің бағасы әртүрлі. Сол үшін әркім әртүрлі есептейді. Мысалы, менікі сіздікімен бірдей шықпауы мүмкін. Енді есептейміз. Мысалы, бізге 1 килограмм ұннан тек 200 граммы керек. Біз оны 0,200 деп есептейміз. Сосын көбейтеміз 450-ге. Сонда біздің 200 грамм ұнның бағасы кеп шығады. Енді майымыз, біз оны жазамыз 2500 теңге килограмм. 1 килограмм майдың сливочный майдың бағасы 2500 теңге болса, сіз оны 0,100 деп жазасыз. Ал енді қантымыз 60 грамм, оны көбейтеміз 0,100-ден 60 деп. 2 жұмыртқа, 1 штук жұмыртқа 60 теңге болса, 2 жұмыртқа ол 120 теңге болады екен. Ол бағасын есептедік уже. Енді су 10 теңге деп есептедік. Разрахителді, жалпы бір пачка разрахителде 10-15 грамм болады. Ол 120 теңге тұрады. Мен сатып алатын дүкенде. Бізге тек 4 грамм керек болғандықтан оны 3-ке бөлгенде 40 теңгеден. Және 2 грамм разрахитель ванилин шығады бір пачкада. Оны біз 60 теңгеден боямыз. Яғни бір пачка 2 пирогқа кетеді, ал бір пачка разрахитель ол 3 пирогқа жетеді деген сөз. Яғни біз ол 40 теңге шықты. Енді қаймағымыз 700 теңге. Ол жерде 380 грамм артық болады. Яғни 80 граммымыз бізде артық. Ол сонда примерно 600 теңге біздің қаймағымызға кетеді деген сөз. Ал сгущенканың 1 литрлік бағасы 2100 теңге. Біз оған көбейтеміз 0,100-ді, тең ол 210 теңге болады. Ал енді онды көбейтеміз 0,015, 450, сонда біз баға шығады. Жұмыртқа біз мұны жақсы есептедік, себебі жұмыртқаны 2-ге бөлеміз, белокты бөлек, желтокты бөлек қолданамыз. Ал енді көбейтеміз
0,60 және көбейтеміз 0,010. Қазір осының бәрін есептеп шыққанда біздің бір пирогымыздың өз құрамының өз бағасы келіп шығады. Осы жерде мен екінші рет қантты жазғандай қате жазып қойдым. 0,060 деп жазуымыз керек. Қазір жалпы біздің бір меренговый сметанник пирогымызға 1465 теңге шығын кетті. Себестоимость бағасы, өзінің құрамының бағасы 1465 теңге. Ал енді, бірақ бұл әр дүкенде әртүрлі, және әркім әртүрлі сарымайды қолданады, әркім әртүрлі қаймақты қолданады, әртүрлі фирманың бағасы әртүрлі болғандықтан. Сондықтан барлығымызда 1465 теңге шықпауы мүмкін. Енді жаңағы пирогтың өз бағасы, ингредиенттердің өз бағасы 1465 теңге болды, 1465. Енді оған қосамыз 146-да 5 су электр токі, и оған қосамыз такси, біздің продукт әкелген уақытымыз, таксидің бағасы, и оған қосамыз біздің мүлдем қайтып келмейтін уақытымызды. Сонда бір пирогымыз 1904 теңгеге шығып тұр. Енді оны көбейтеміз 2-ге, сол кезде 3800-ден әрі қарай сатуға болады. Пирогтың бағасын сіз өз қалаңыз бойынша 1 есе, 2 есе, 3 есе баға мен арттыра аласыз. Ол кезде бір нақты қатып қалған қағида жоқ, ереже жоқ. Кім қаншалықты сата алады, кім қаншалықты өзіне уверені, соған байланысты бағасын еселей аласыз. Бірақ Қазақстанымызда жалпы соңғы 5 жылда натуральный ингредиенттер, домашняя выпечка дегендер уже түсінікті болып жатыр адамдарға. Бұрынғыдай мысалы маркеттен кез келген құрам белгісіз пирогтар сатып ала бермейді. Сол үшін де дәл қазіргі уақытта 1 есе, максимум 2 есе көтеріп қойсаңыз, сол жақсырақ болады сізге. Енді біреудің, мысалы, біз жаңа есептедік, 1650 теңге шықты, басқа біреуде, мысалы, 1200 теңге шығуы мүмкін, 2200 теңге шығуы мүмкін, әркім әртүрлі өнімді қолданғандықтан. Сол үшін сіз біреудің өніміне қарай өзіңіздің бағыңызды оған сәйкес қоймауыңыз керек. Сіз өз бағыңызды өзіңіз шығаруыңыз керек. Мысалы, бір кісінің дүкендегі пирогы 3000 теңге тұрса, демек мен де 3000 теңге қойым керек екен ғой деген ой болмауы керек. Өзіңіз есептеуіңіз керек. Мысалы, кейбір адамдар қымбат деп айтуы мүмкін, мысалы, ал кейбір адамдар оны түсінуі мүмкін. Мысалы, жақсы екен деген құрамы ингредиенттер, мысалы, дүкенде қымбат, ол нормально деп түсінуі мүмкін. Ал түсінбегендерге сіз оны түсіндіруіңіз керек құрамы туралы. Сол кезде олар да түсіне бастайды. Енді келесі айтқым келгені, қазір микс пирогтар хит. Микс дегеніміз әртүрлі пирогты араластырып сату. Мысалы, бір пирогтың бағасы сізде 4000 теңге. Ал тағы да бір пирогтың бағасы, мысалы, 3500 дейік. Тағы да біреуінікі 5000 теңге. Тағы бір пирогыңыздың бағасын 3800 дейік. Енді осыларды әрқайсысын микс жасау үшін 4-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 4 микс пирог пайда болады. Енді оны қалай есептейміз? Әрқайсысын 4-ке бөлеміз. Әрқайсысын 4-ке бөліп есептегенде жалпы осындай суммалар шықты. Енді осының бәрін қосып шығамыз. 4075 теңге, мысалы, сіз оны 4100 немесе 4200 деп, немесе 4000 деп сата аласыз. Микс пирогтарымызды осылай есептейміз. Мына жерде, мысалы, 4 түрлі пирог, мысалы, сникерс пирог болуы мүмкін, ореховый, меренговый, апельсин пирогы және вишневый пирог болуы мүмкін, осылай есептейміз. Жалпы сіздерге пирогтың бағасын шығару, есептеу толық түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсініксіз болса, тағы да қарап шығсаңыз болады, артқа қайтарып. Енді келесі сіздерге айтқым келгені, біз жалпы осы алдағы мастер-класста
пирогтарды жасауда қандай құрамдардан пайдаланамыз, нелер қажет болады және пирогты пісіру барысында қандай құралдардан пайдаланамыз, сол туралы айтамын. Мен негізі сіздерге кеңес берер едім, мысалы ванилин, разрыхитель деген сияқты, какао деген сияқты заттардың барлығын егер килограмммен алсаңыз, сізге сол удобно, көп уақытқа қолданасыз және арзан шығады. Барлық пісіретін пирогтарға ванилин және разрыхитель керек болады. Келесі сливки 33% және крем-чиз, творожный сыр деп айтылады. Глюкозный сироп және де миндаль слайс керек болады. Келесі заттар какао, мен Малайзия какаосын ұнатамын, кукурузный крахмал және сахарный пудра керек болады. Енді жалпы пирогты пісіру барысында бізге керекті ингредиенттер ол жұмыртқа, ұн, мен честно высший сорт ұнды қолданамын, сарымай 82%, сахар, сметана 20%, варенка, грек жаңғағы, сгущенка, жидектер, мен шие қатырылған жидегін қолдандым, алма, лимон, апельсин керек болады. Ал енді пирог жасау үшін керекті қолданатын құралдарымыз ол миксер және винчик, духовка және оқтау, силиконовый коврик және лопатка, диаметрі 26 см болған форма дәл осы суретте көрсетілген екі түрлі болуы керек, екі түрі де болуы керек және де терка болуы керек. Дәл осы суреттегідей болуы шарт емес, ең маңыздысы мен сіздерге осындай заттар қолданатынымызды көрсеткім келді. Ал енді келесі біз жалпы мен сіздерді болашақ бизнес жолында баратын адам ретінде қарап, сол үшін де сату туралы түсіндіріп жатырмын. Жалпы біз пирогтарымызды сату үшін алдымен инстамызды жөндеуіміз керек. Қазіргі күнде инстаграм арқылы сату кең тараған. Инстаграмның атын жөндеуіміз керек. Есте сақтай алмайтын өте қиын есімдер немесе символдарды аса көп қолданбаған жөн. Қысқа, нұсқа әрі түсінікті болуы керек. Суреттеріміз әдем болуы керек. Жалпы біздің инстаграмға кірген клиент, біз оны ұстап қалуға 5 секунд уақытымыз бар. Егер біздің суреттеріміз тартымды, дәл суретте көргеннен ақ уже жегін келетін болса, уже ол клиент қалады. Сол 5 секундта біз оның көзін жаулауымыз керек. Мысалы, кейбір пирогтар өте дәмі, өте керемет, түрі де өте керемет, бірақ суретте онша емес болуы мүмкін. Сол үшін де біз клиент оның дәмін көрмегендіктен тек суретіне қарап бағалайды. Қазір тағы да бір сатудың ең керемет құралы бұл WhatsApp болды. WhatsApp'тағы статус арқылы біз өзіміздің клиенттерімізді таба аламыз. Сосын клиенттерге всегда бар деп жауап беру керек. Ол уже сұраған кезде, давайте мен сізге кешке жасап берейін, немесе ертеңге жасап берейін, негізі бар деп сөйтіп жауап беруіміз керек. Жоқ десе уже бір клиенттен айырылған боламыз. Себебі клиент всегда дайын наличиеде бар затты қалайды. Сосын өзіңіздің өніміңізден таныстарыңызға дәм-таттырыңыз. Мысалы, өзіңіздің жұмыстағыларға немесе күйеуіңіздің жұмыстағыларға бер жеріңіз. Қонаққа барғанда өзіңізбен бірге бір пирогыңызды ала барыңыз. Ол жерде қаншама адам дәм татады және олардың бәрі сіздің жасағаныңызды біледі. Бірақ тағы да бір нәрсені ескерткен жөн. Мысалы, адамдарға беріп жаман үйретпеу керек. Мысалы, сіз бір бердіңіз, уже екіншіде ол нәрсе сатылатынын олар білуі керек. Мысалы, сіз бердіңіз, сосын олар сізден сатып алмайды, сізден тегін келетінін біледі. Әрбір жағдайды мүмкіндік ретінде қарауымыз керек және әрбір адам ол клиент. Енді рецепті сұрайтындар да болады, рецепті беруге болмайды. Сіз айтуыңыз керек, бұл заказға жасайтын пирогымның рецепті деп. Яғни ол адам түсіну керек, ол рецептің таратуға болмайтындығын. Сосын заказ алуға қорықпау керек, Аллахқа той келетіңіз. Мысалы, егер сіз қорықсаңыз, клиент те біледі. Уже сізден алғысы келмейді. Ылғи сенімді түрде жауап беріңіз. Сіздің әрбір сөзіңіз, сіздің өніміңіздің бағасын не көтереді, немесе түсіреді. Қорқынышында түрлері болады. Мысалы, сенімсіз болған үшін сіз қорқасыз, немесе алғашқы сатып жатқан кезде қорқыныштар болады. Одан арылыңыз, Аллахқа той келетіңіз. Сонымен барлығы жақсы болатынына сеніңіз. Мысалы, кейбір адамдар бар, өте танымал кондитер болуы мүмкін,
выпечкаларын, тәттілерін өте қымбатқа сатуы мүмкін, бірақ дамушы еместері де бар. Бірақ олар өте сенімді түрде қымбатқа сатылады. Клиент оның бәрін сезеді. Сол үшін міндетті түрде сенімді болыңыз өзіңізге, өз рецептіңізге. Және қорқатыныңызды ең жақын деген адамның өзіне айтпаңыз. Себебі жаңа айтқандай, әрбір адам ол клиент, ал клиентке қорқыныш, сенімсіздік сезімдерімізді білдіртпеуіміз керек. Барлығын Аллахқа тапсырыңыз, Аллахқа тәуекел етіңіз. Ризығыңызды беретінде ол барлығын ол шешеді. Осы мастер-класс сіздерге пайдалы болсын, үйренгендеріңіз пайдалы білім болсын, табыстарыңыз берекелі ризық болсын. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыз.